Баршаңызға қайырлы күн. Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен мен құйрық майдың пайдасы жайында айтатын боламын. Мейлі қайнатып же, қуырып же, қақтап же, табиғи қалпын бұзбайтын құйрық майдың миллиондаған пайдасы бар. Қазақ құйрық майды жеп те, ішіп те, осы маймен баланың терісінде сылап жатады. Кейін келе бұл майдың қыруар пайдасы медицинада көзі жетіп мойындады. Сонымен құйрық майдың құрамы ағзаға өте пайдалы амин қышқылдары А, Е, В дәрумендеріне бай. Бұл аз десеңіз цинк, селен, фосфор, натрий, магний және де өзге ағзаға қажетті минералдарға тұнып тұр. Бұл май немен пайдалы десеңіз, бірінші асқазан ішек жолдары қызметін дұрыстайды, жаңа гормондар түзеді, өтті сұйылтады және өттің жақсы бөлінуіне көмектеседі. Ерлердің белсіздік ауруларын алдын алады. Авитаминоз болдырмайды, жүйке жүйесіне пайдалы агрессияны басады, ас қорытуды жеңілдетеді, қан айналым жақсартады, ағзада токсин қышлақтарды шығаруға күш салады, теріні үлбіретеді, құрғатады, жарылудан сақтайды. Ал денені неге құйрық маймен сылаған десеңіз, құйрық май құрамында стеарин қышқылы теріні жұмсартып, ауа өткізгіштігін тездетеді. Ал пальмит қышқылы теріні тез қайта қалпына келтіреді. Ал денеге сіңген олеин қышқылы күш-қуат береді. Жөтелді басып, қақырықты босату үшін құйрық майды шыжғырып 50 грамм мөлшерінде ыстықта ішеді. Тұмаудан болған созылмалы жөтелге құйрық майды ыстық сүтке қосып ішеді. Жаңа туған бөбектерді де әр жетіде бір рет тұзды суға шомылдырғаннан кейін суықтан сақтану және теріні жұмсарту мақсатында қой майымен сылайды. Балаларға тұмау тиіп жөтелгенде алқымды алақанды табанды қойдың жылы майымен сыласа сауығады. Денеге қатты суық өткен кезде де ұйықтар алдында табанға жағып жатса, таңға дейін денедегі суықты алады, ұйқыңыз тынышталады. Сондай-ақ құйрық майды емген балаға тұмау тимейді. Сондықтан бұрындары нәрестенің аузына дәкеге орап, құйрық майды салып сорғызып қойған. Баланың тамағы ауырғанда дәрі ішіп жөтелі басылмаған кезде құйрық майды ерітіп берген жөн. Бұл майды ерітудің екі жолы бар. Біріншіден құйрық майды табада шыжғырып, еріткеннен кейін оны бірден пайдалануға болады. Екінші жолы да бар. Еріткеннен соң оның үстіне су құйып, біраз қайнату керек. Ол да піскен құйрық май болады. Салқындатқан кезде май судың бетіне қалқып қатады. Соны жинап бір ыдысқа бөлек ерітеді. Оған сарымсақ қосып біраз суыған соң 4-5 шай қасығын балаға беру керек. Келесі күні балаңыздың тамағының ауырғаны басылып, сырылдағаны кетеді. Құйрық майдың басты қасиеті жұқпалы өкпе ауруын емдеуінде. Ашытылған қымыздың ішіне құйрық майды сәл ғана күшала салып араластырады. Кейін май қымызға сіңеді де сап-сары қою болады. Оны туберкулез, тыныс жолы ауруларын емдеу үшін ішкен. Бұл емдерді қолдану кезінде мөлшерін дұрыс жасаған маңызды. Сондай-ақ қазақ халқы қыстың аязды күнінде бет үсімес үшін құйрық майды жаққан. Қол немесе аяқтың тілінген жеріне құйрық майдың тілімін таңып қойған. Ол жараның тезірек жазылуына септігін тигізеді. Бүгінгі пайдалы ақпаратым сіздерге ұнады деген сенімдемін. Маған лайк басып, каналыма жазылыңыздар. Сұрақтарыңыз болса комментарияға жазыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Көріп тыңдағандарыңызға рахмет.